Сәлем баршаңызға. Мен сіздермен қарын рулетін жасауды бөлісетін боламын. Ең алдымен қарынды жақсылап тазалап, кішкене қайнатып аламыз. Қарын салмасына керекті заттар: сарымсақ, сәбіз, күріш, қара бұрыш, тұз. Осылардың барлығын жақсылап араластырамыз. Қайнатылған қарынымызды алып, дайындалған салмамызды арасына салып, рулет қылып ораймыз. Қарынды рулет қылып орап болғаннан кейін, сыртынан жіппен ораймыз. Дайын болған қарын рулетімізді суға салып, 2-2,5 сағат қайнатамыз. 2,5 сағат қайнағаннан кейін біздің қарын рулетіміз осындай болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын!